Сәлеметсіңдер ме оқушылар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін 9 сынып оқулығындағы әртүрлі түрлерді сипаттау үшін бинарлы номенклатураны қолдану тақырыбына тоқталатын боламыз. Жалпы бұл бөлім туралы негізі сіздер 7 сыныптан бері танысыздар, иә. 7 сыныпта ақпарат алған болатынсыздар, енді 9 сыныпта біз кішкене тағы да сіздерге қосымша ақпарат беретін боламын. Бұл сабақта біз бинарлы номенклатура деген не, жүйелеуді кім ашқан болатын, және де осы бинарлы номенклатура туралы жаңағы әртүрлі ағзаларды қосарлы атау тізіммен атау және ол қалай аталады, осы туралы ақпарат беретін боламын. Каналымнан алыстамай тіркеліп комментарий қалдыруларыңыз сұралады. Ең бірінші біз түр дегеніміз не, иә, осыған тоқтала кетейік. Және де жүйелеу, яғни оны систематика дейміз орысша атауын. Осы жүйелеудің негізін салған ол Карл Линней екен, сіздер 7 сыныптан білетін шығарсыздар деген ойдамын. Яғни бұл дегеніміз ағзалардың сыртқы және ішкі құрылысын салыстыруға негізделген жүйені құрастырады. Осы жүйелеу, яғни систематика дегеніміз. Карл Линней өз жүйесінде ең кіші және сәйкесінше іргелі бірлік ретінде түрді атаған болатын. Яғни біздің мысалы кез келген, иә, қастабан, кептер, яғни өсімдіктердің атауы, құстардың атауы, жануарлар, ешкі, яғни қызғалдақ, бұлардың барлығы түр болып табылады. Енді осы жаңағы түрлерді атау үшін, яғни нақты, иә, қандай түр екенін білу үшін біз бинарлы номенклатура деген терминді қолданамыз. Яғни қазақша ол қосарлы латын атауын қолдануды да осы Карл Линней шығарған болатын. Немесе оны қосарлы атау тізім деп те атайды, бинарлы номенклатураны. Бұнда көбінесе, яғни сөз тіркестеріндегі заттық мағынасы ретінде туысты, ал сындық, яғни қандай, қай деген сұраққа жауап береді ғой қазақ тілде білесіздер, мағынасы ретінде, яғни түрді атау білдірген көбінесе. Мысалы ретінде қараңыздар, иә, біреуі туыс, біреуі түр ретінде аталады организмдер. Мысалы, мына жерде слайдта берілген саналы адам түрі. Яғни бұл латын тілінде homo sapiens деп атаймыз. Яғни адам деген сөз ғой, бір секундта. Қандай адам? Саналы адам. Қазіргі ең соңғы дамыған, иә. Осы кез келген тірі организмдерде қосарлы латын атауымен анықтаған кезде түрлі қателіктер орын алмайды. Осы дүние жүзіндегі ғалымдар ғылыми еңбектерінде қандай да ағза туралы айтылып жатқанын сіз бірден біле алатын боласыздар. Және де осы Карл Линней жаңағы ағзаларға қосарлы атау тізім бермес бұрын, мысалы оған дейін ғалымдар атап кетті ғой, ол ағзаларды, ол өсімдік болсын, ол жануар болсын, құс болсын. Мысалы ретінде сіздердің оқулықтарыңызда бір өсімдік берілген. Оны бұрын ертеректе, яғни қызғылт түсті, жағымды, әрі хош иісті гүлі бар кәдімгі орман раушан гүлі деп аталатын итмұрын жай осы Карл Линней орман раушан гүлі деп атады. Қараңыздар, жаңа алдында қызғылт түсті, иә, жағымды иісі бар және хош иісті кәдімгі орман раушан гүл дегенді біз бірден есімізге сақтай алмаймыз. Тек қана оны бірден жаңағы орман раушан гүл десек, біз бірден түсінеміз, иә, яғни орманда өсетін раушан гүл. Сол сияқты кез келген ағзаларға осындай екі сөзден ғана тұратын атау берген болатын. Ол атауларды жаңағы ғалым Карл Линней олардың тіршілік ететін жеріне байланысты, иә, мысалы қандай ғалым немесе шығарды, сондай әртүрлі өзіне тән ерекшеліктеріне, қасиеттеріне де байланысты атау беріп қойған болатын. Бұл қосарлы атау тізім не үшін жақсы? Былай қарасаңыздар, ол жаңағы ұзын, жаңағы атап шұбалаңқы түрде аталды ғой, алдындағы айтқан организм. Соларды тез есте сақтау үшін, жаңағы жазуға да оңай болу үшін осылай ойлап шығарған болатын. Яғни ол осы ғылымда білімді пайдалануды ең басты жеңілдетті деп айтса болады.
және оңай бірден айтуға. Және де мына жерде сіздерде келесі слайдта мен оқулықтарыңыздағы суретті алдым. Бұл жерде әртүрлі түрлер берілген. Міне қараңыздар, волга қазтабаны, құс кептері, тау ешкі, грек қызғалдағы, иә, яғни құс, жануар, екі өсімдік беріп тұр. Бұларды атау міне көрініп тұр. Яғни волга қазтабаны дейді, иә. Ол яғни тіршілік ететін жеріне байланысты берілген. Құс кептері, құзда, иә, яғни бұлар көбінесе жүреді. Тау ешкі тауда жүреді. Грек қызғалдағы, яғни ғалымның атына байланысты, ойлап тапқанға байланысты қойылған болатын. Сол сияқты кең таралған көптеген түрлер атау оларға жаңағы жай ғана қарапайымда сөздерді қосқан. Ол кәдімгі деген сөз, иә, мысалы, одан басқа кәдімгі көкбұта дейді, мысалы, кәдімгі меңдуана дейді. Яғни улы емес, былай қарасаңыздар, кәдімгі деп тұр, иә. Осындай сөздерді қосқан. Және одан басқа тіршілік ортасына байланысты алдында айтып кеткендей тағы да орман, яғни орманда тіршілік етуіне байланысты шалғын, яғни шалғындықта, иә, далада, тауда, батпақта деген осы терминдерді қосқан болатын тіршілік етуіне байланысты. Және де Карл Линней жаңа айттым, мен қоршаған ортасынан, тіршілік ортасынан бөлмеген. Яғни қай жерде тіршілік ететін жеріне байланысты, яғни үнемі олар бір-бірімен байланысып отырған. Сонымен қатар кейде белгілеу үшін нақты тіршілік ортасында атап көрсетті. Мысалы, біз Алабұғаны алатын болсақ, ол аралда тіршілік еткен, арал, Алабұғасы деген сияқты. Мына жерде тұрған жаңа айттым, Волгада тіршілік еткен, Волга қазтабан деген сияқты атауларды берген болатын. Жаңағы айттым, кім ашты, мысалы, грек қызғалдағын ашқан ғалымға байланысты. Мысалы, шырша, шренк шыршасы, яғни шренк ашты. Осындай ерекшеліктердің өзін ол кісі барлығын сараптап дұрыс құраған болатын. Бұның барлығы, яғни Карл Линнейдің шығарған бинарлы номенклатурасы болып табылады. Енді осы жаңағы тірі ағзалардың көп түрлілігі және биосфера және экожүйе деген бөлім ғой 9-шы сыныптағы. Осындағы біз енді келесі сабақта барлық сабақтарды мен сіздерге ретімен салатын боламын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Ақпараттарды, сұрақтарыңызға байланысты ақпараттарды салуға тырысып отырамын. Каналымнан алыстамаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.